Salma zаттар fast food ürünü neге дұрыс? Келешкелер неге дұрыс? Тәттілер неге дұрыс? Не магазин, ну, здесь старшеклассники же, они же не кушают. Неге қарамыз? Неге бұған жол беріп отырсыздар? Мен көрген жоқ едім шынымды айтсам. Хабардар емес. Хабардар емеспін. Кәсіпкер ол сізге бағынбайды. Бағынбайды. Бағындырамайсың. Иә. Да, пробуйте. Вот это пирожки, булочки, сосиски. Нет, нет, мы это не продаем здесь. Вообще, да? Нет, вообще. Вот это сегодняшние пробы. Сегодняшние пробы. Это что это? Речка, ага. Да, каша гречневая. Еще? Соус. Здесь Мясо? котлеты. Да, Котлеты. Грамм Да. штук. С 7 до 10 лет у нас от 60-70 грамм, а с 11 до 14 лет 80 грамм. Сабындар қайда? Жаңа гигиеналық заттарыңыз. Жоқ қой. Мы вот тут сейчас кончились. Вот сейчас. Дети, они постоянно приходят, постоянно нажимают. Он неге стакан? Осы жерде су жиырма отыр стакан. Неге тұр? Бізде жаңағыдай Түркістан облысының СБД басқармасына бекіткен қаулылар бар. Білесіз, балаларға тыйым салынған заттар fast food өнімі неге дұрыс? Келешкелер неге дұрыс? Тәттілер неге дұрыс? Бәрін айтқанбыз ғой. Жаңа сестің қаулысына пысқап тұрсыздар ма? Жоқ. Әлде қалай кәсіпкер бір мықты кісі ма сөздеріңіз өтпей ма? Жоқ. Неге бала денсаулығына алаңдамайсыздар? Алаңдадық. Білде бір Алаңдап ақпарат киім айтқанбыз, алып жүрсіздер таста ғой. деп. Бұл жерді ашпай жүрген. Неге қазір зорға тығып мына жерде аяқ киімдер тұр? Осы ма санитар талаптар? Сіздің істеп жатқан жұмысыңыз осы ма? Төлебе жалпы орта мектебі, иә? Аты жөніңіз? Анипа. Төлебаева Анипа, иә? Айтыңызшы өзіңіздің пікіріңізді. Неге жол бересіздер мұндайға сатуға? Кім рұқсат берді сіздерге? Айтып отырмыз, сатылмасын қайда деп. қалды? Қайта күнде Жоқ, тексеріп жаңағы жатырмыз. ауызбен айтқан бір бөлек, ал акт түзіп хат жазған бір бөлек. Акты көрсетіңізші маған айтқансыз, өтініш, мен талап етемін. Мен оны жазбадым, бірақ Неге айтып тұрмын. жазбайсыз? Сізге сеніп отырдым, дұрыс па? Қарайды, заңсыздықтарды жояды деп сізді бекітті. Соған сіз өкіметтен айлық алып отырсыз. Иә? Енді неге қарамайсыз? Неге бұған жол беріп отырсыздар? Ана бургерлер мүлдем балаға багеттер ашық сатылады. Бургер істемеу керек деп. Да, бургер запрет. Вообще, Это бұл чипсы, ішке китайцы, чупа-чупс. Это сок вообще, білесіз, ішінде не бар оның? Консерванттар бар. Балаға бола ма? Болмайды. Мыналар чупа-чупстер. Болмайды олар. Можно, да? Нельзя. Енді бір заң аясында басқармаға жаңағы білім бөлімдеріне хат жазып, Енді сондай әрекет болмаса, әрекет болғанда акті түзілген жоқ. Қазіргі мына кемшілікті шынымды айтқанда мынадай кемшілік жаңағы тыйым салынған заттарды сатып жатыр дегенге мен енді көрген жоқ едім шынымды айтсам. Хабардар емеспін. Енді бүгін соңғы күн болғаннан кейін бұл күннің қаяқтан алғанды білмей тұрмын шынымды айтсам. Бұл зат қаяқтан әкелді. Бұны анықтаймыз, жұмыс жасаймыз. Бірақ енді біз ескерту жасағанбыз. Мына заттарды тыйым салынған сатуға болмайды деп. Енді мынандай жағдай болды, енді ары қарай жұмыс жасаймыз. Мен аудандық олимпиадасынан бірінші орын алдым математикадан. Осы мен мектебімде мақтанамын. Сізде мақтанасыз, иә? Иә. Болашақта кім болғыңыз келеді сізде? Программист. Программист болғыңыз келеді, иә? Иә. Ол мамандыққа жету үшін қандай әрекеттер жасайсыз? Математика мен информатиканы жақсы оқу керек. Жақсы оқу керек, Иә. Орыс тілі аудандық олимпиадасынан екінші орын алдым. Мен біздің мектепте өте білімді, жақсы тәрбие беретін мұғалімдер өте көп. Мен осы мектептің үздіктерінің біреуімін, және де бізде үздіктер өте көп. Осы мектепті 1988 жылдан бастап осы қызмет мектепте жасап жатырмын. Қазіргі таңда бізде 592 оқушы оқып жатыр.
педагог кадрларының саны 70. Осының ішіндегі мына жылдағы балалардың жетістігі, былтырғы оқу жылында 34 бала болатын болса, 34 баланың бізде 32 баласы мемлекеттік грант иегері атанды, 2 үздік аттестат. Кешіріңіз, алтын белгі. Олимпиадаларынан оқушыларымыз жақсы көрсеткіштерге көрсетіп, өздерін көрсетіп жатыр. Соның ішінде 15 оқушымыз аудандық іріктеу сынына қатысып, 3 оқушымыз облысқа жолдама алып, қазіргі таңда соның нәтижесін күтіп отырған жағдайымыз бар. Жалпы мектеп 1980 жылы қолданысқа берілген. Қазіргі таңда жылу жүйесі ережеге сай жақсы жұмысын жасап тұр. Жылу жүйесі жақсы.